Assalamu alaikum YouTube көрермендері, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мені фирма Орайлы. Қош келдіңіздер менің каналыма. Жаңадан қосылған болсаңыз міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарияға сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіз. Өйткені комментарияны оқимын, сол жерде жауап беретін боламын. Айтайын дегенім, бүгінгі каналымызда, бүгінгі видеомызда өте керемет сүтті линиядан шыққан текелер, лақтар және ешкілер шығатын болады. Соңына дейін көріп шықсаңыз барлығы түгел түсінікті болады, және де әрбір ешкінің өзінің дегесінің номерлері телефонда тұрады. Сол жерге хабарласасыз, ұнатқан ешкіңізді толық мағлұматын өз егелерінен білетін боласыздар. Сәттілік тілеймін. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Ассаламу алейкум, қалай саламатсыздар ма? Мына екі таза қанды альпинский лақтар сатылады. Бергісі ұрғашы, ар жағы еркек, екеуі егіз. 2,5 айлықтар. Екеуі де тоқал, күйдірілмеген, таза қанды. Шешесі 3,5-4 литрлік. Шешесі де альпинский. Екеуінің бағасы 120 мың сұрап жатырмын. Саудасы бар. Адрес Шымкентте, ұнаса жеке шығыңыздар. Арғысы еркек, мынаусы ұрғашым. 2,5 айлықтар. Бутылкамен емеді. Шөп, жем полный. Адрес Шымкентте, ұнаса жеке шығыңыздар. Тоқал, күйдірілмеген, тума тоқал. Дәл осы ешкі сатылады. 3-ші тума, лақсыз 2 литр сүт беріп тұр. Бағасы 80 мың, келісімі бар. Шымкент қаласында. Сұрақтарыңыз болса жекеме шығыңыздар. Телефон нөмірі экран бетінде тұратын болады. Ассаламу алейкум көпшілік. Осы 2 жасарлық теке сатылады. Февральда 2-ке толған. Қазір 2 жас 3 ай болды. Бой шамамен 95-100 сантиметр дейсі, 1 метрге жуық. Анау артында тұрған алюминиевый рейка. 105 сантиметрлік рейка. Теке таразда тұр. Таза 150 болса жіберем, сатам. Өте сүтті линиядан Шымкенттегі Қарқара деген ешкінің баласы. Бойы биік. Дәутеке 2-ден асты. 2 жас 3 ай болды. 150 мың деп отырмын, таразда тұр. Ешкілер азынан кешке дейін, осы қалттан кешке 6-ға дейін лақтар емеді. Лақтар емеді. Жайылымға шықпайды. Осы құрғақ жоңышқамен законда шұрады естіп. Құрғақ шөппен жаңағыдай 4,5 литр беріп тұр. Бұл да азында бір мезгіл сауылып тұр. Бұл да азында сол бір мезгіл сауылады. 2-де. 1-де 200, 1-де 300 беріп тұр бұл да. Ал азында 2-нің үстінде береді. 2-де 200, 2-де 300. Чік. Күндіз лақтар емеді осы. Жайылымға шықпайды. Құрғақ жоңышқада тұр. Ассаламу алейкум көпшілік. Осы Альпазанин 3-ші тума ешкі сатылады. 4,5 литрлік ешкі. Азында бірақ мезгіл сауылады. Азында сол бір мезгіл сауылғанда 2 литрдің үстіне сөр. 2-де 200, 2-де 300 береді. Одан кешке дейін лақтар еміп тұрады. Күнде бір мезгіл сауылады. Шамамен 4,5 литрлік ешкі. 3-ші тума.
250 мың сұрап отырмын. Таразда тұр. Сосын мынау шибіш сатылады. Бірінші тұқма шибіш, англануп. Бұл да азанда бір мезгіл сауылып тұр. Бірақ мезгіл сауылады. Азанда со 1-200, 1-300 беріп тұрса, бір сауғанда. Қалған лақ емеді. Желіні осындай. Бұл да сүт линиядан. Бұл шөбіштің шешесі екінші тумасында уже 4 литр берді. Ассалаумалейкум группа. 8 айлық шөбіштер сатылады. Англо-нубинский порода. Екеуі егіз, біреуі теке, біреуі ұрғашы. Ұрғашы сәл теке естіген. Екеуінің ценасы 180 мың теңге, кемі бар, келісіп береміз. Адрес Шымкентте. Сұрақтар жекеде. Шөбіштің желіні. Шөбіш азанда 1-2, 1-300 беріп тұр. 100 грамм, 200 грамм разницамен. Екеуі де күндіз бір мезгіл сауылады. Азаннан кешке дейін лақтар емеді. 250 мыңнан екеуі де Таразда тұр. Мастарма группа. Осы ешкілер сатылады. Мынау бірінші тума. Туғанына 6 айдан асты. Қазір сүті тартылған. Бірінші тумасында 2 литрдің үстінде сүт берді. Қазір екіншісіне текеге қою керек. Текеге дайын болып тұр. Мынау тумаған шыбыш. Бұл тумаған. Бірінші тумасына енді текеге түсу керек. Бұл Нуби мен Занин шац. Өте сүтті линиядан. Бұл да шешесі 4 литрлік. Бойлар ірі, жақсы. Бағалары 45 мыңнан. Екеуі бір жерден сатылады. Желіні жақсы, жұмсақ. Ешқандай ет желіні емес, таза сүт желіні. Тряпка болып қалады желіні міне. Көрсет жерін желіні. Ешқандай мастетіне жоқ, таза желіні. Аяу. Міне. Сүті шығып тұр, екеуінен де. Просто суалып жатыр да, бітеріп қалғатыр тесіктері. Әлі сүті бар міне. Бір күнде 150 грамм сондай сүті бар. Уже тартылып жатыр сүті міне. Сүті жақсы, желіні бәрі тряпка желіні. Бар әлі сүтін сауып тастауым керек. Бір күнде 150-200 грамм сүті бар. Сүті тартылып жатыр, текеге қою керек. Әкел. Мына тумаған шыбыштың желіні. Сосоктары жақсы. Таза қанды англо-нубинский теке сатылады. Кличкасы Сашка. Жетісайда тұр. Немесе ауыстырамыз.
қан ауыстыру үшін. Жеке yaşарыңыздар қызықтырса, Жетісайда тұр, қаланың өзінде. Жанында қаратеке ол да ауыстырылады, немесе сатылады. Ұнатқаныңызға варианттарыңызды келе беріңіздер. Ұнатсаңыздар. Дәл осы видеода көріп тұрған ешкінің бағасы 200 мың деп тұр, бірақ келісімі бар. Данный момент англо-нубийский ешкі лағыменен, еркек лағыменен данный момент беріп жатқан сүті 2,5-3 литр. Хабарласыңыздар, телефон номері осы экран бетінде тұратын болады. Саламатсыздар ма группа? Осы Занинский 3-ші тума ешкілер сатылады. Күнделікті 3-3,5 литр сүттері бар. 3-ші тумалар. Лақтары 3 айлық. Екеуінде де мынанда бір еркек, мынада бір ұрғашылық. Бір лақтары бар екеуінде де. Желіндері керемет. Креплениялар бәрі жақсы. Сосоктары да жақсы. Адрес Шымкент, Қарабастауда. Бағалары